Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бейнелеу өнері үйірмесі бойынша бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сурет салудың әдіс-тәсілдері. Сурет салуға үйрету бейнелеу өнерінің ең негізгі міндеті болып табылады. Сондықтан сызық арқылы нобай, долбар жасауға үнемі жаттығамыз. Көзбен көрген нәрсесін есте сақтап, жылдам бейнелеуге үйренеміз. Долбар жасауда нақты заттың пішіні жіңішке әрі жуан тұтас сызық арқылы бейнеленеді. Суретте түзу сызықтан гөрі қисық сызық әлдеқандай жанды болып көрінеді. Әсіресе қимылды жануарлар мен адам образын бейнелеуде долбардың рөлі зор. Сондықтан жанды нәрселерді бейнелеуден бұрын ең алдымен қарапайым заттардың суретін салып үйренгеніміз дұрыс. Тек қана әрбір заттың пішінді ұқсастығын тауып қана қоймай, оның реңдік қатынасына да баса назар аударған жөн. Реңдік қатынастар жарық пен көлеңке бөліктерін беру арқылы шешіледі. Сурет салғанда жарық пен көлеңке үлкен рөл атқарады. Балалар, сіздер жасанды жарық және табиғи жарық дегенді білесіздер. Жасанды жарық үйлерде, кеңселерде орналасқан шамдарды айтады. Ал табиғи жарық ол күннің сәулесі түскен жарықты айтады. Осылайша жарық түсу арқылы заттың түспе көлеңкелері көрінеді. Жарық пен көлеңке бірнеше түрге бөлінеді. Жарық деп қандай да бір затқа сәуленің мол түсіп тұрған жерін айтамыз. Жылт. Жарық сәулесі затқа аса көп түскен кезде шағылысып пайда болады. Көбінесе металл шыныдан жасалған заттарда кездеседі. Оның аумағы онша үлкен болмайды. Қисық жазықтықта заттың қырларында пайда болады. Енді мына суреттерге мұқият назар аударайық. Құмыраның суретін салу барысындағы жарық пен көлеңкенің құмыраға әсер етуін бақылаңдар. Бірінші, жартылай жарық. Екінші, жарық. Үшінші, жылт. Төртінші, көлеңке. Бесінші, рефлекс. Алтыншы, құлай түскен көлеңке. Енді осы суреттің ережелерімен танысайық. Сәуле затқа тура емес, көлбей түсіп, содан пайда болған жарықты жартылай жарық дейміз. Жартылай жарық көлеңке мен жарықтың арасындағы байланыстырушы қызметін атқарады. Көлеңке деп заттың сәуле түспей тұрған ең қараңғы жерін айтамыз. Тағы бір көлеңке ол дененің жазықтыққа құлай түскен көлеңкесі. Бұл көлеңке әрқашанда дененің өзінің көлеңкесінен қоюлау болады. Дененің шеткі жағында, көлеңке жағында басқа денеге түскен жарықтың әсер етуінен пайда болатын әлсіз жарықты рефлекс дейді. Жарық пен көлеңке әдетте ашық, ақшыл заттарда анық байқалады. Ал түр түсі қоңыр, қоюлы заттарда онша көрінбейді. Жарық көзінен сәуленің тік түскен жері ең жарық түсі болып саналады. Енді мына суреттерге мұқият назар аударайық. Бұл суреттерден жарық пен көлеңкенің түсу ерекшеліктерін айтып беріңдер. Жарық сәулесі қиғаш түскен жерлерде әлсіз көлеңке пайда болады. Ал жарық мүлде түспеген жерлерде көлеңке жатады. Жарық пен көлеңке таралуы заттың пішіні мен көлемін береді. Домалақ заттарда жарық көлеңкеге жартылай көлеңке арқылы ауысады. Мысалға, конусты, цилиндрді және шар тәрізді заттарды мысалға қарастыруымызға болады. Пішіндері жалпақ жақтармен шектелген заттарда жарық пен көлеңкенің арасы шорт кесіледі. Жарық түскен бет пен мүлде қараңғы жағы қатар тұруы мүмкін. Мысалға айтатын болсақ, текшені және параллелепипед сияқты заттарды айтуымызға болады. Енді мына суреттерге мұқият назар аударайық.
Суретті жеңіл немесе күрделілігіне қарай кезеңдерге бөліп салып, жарық пен көлеңкелерін, жылт пен рефлекс, құлай түскен көлеңкелерін анық етіп, жұмыс дәптерімізге орындауымыз керек. Осы суретті салу барысында 20 минут уақыт беріледі. Қандай да бір затты орындау кезінде бірінші үйлестіру заңдылығын пайдаланғанымыз жақсы. Жоғары, төмен және оң жақ, сол жақ өзара тең орналасады. Екінші, көмек сызықтарды пайдаланамыз. Үшінші, штрих сызықтарды заттың пішініне қарай орнымен пайдаланамыз. Егер сызықтарды орнымен дұрыс пайдаланбасақ, суретіміз қолайсыз ылас етіп көрсетіледі. Осы ережелерді алдыңғы сабақтарда қарастырдық. Сондықтан өзімізге тиімді әдістерді пайдаланғанымыз дұрыс. Енді осы сабағымызды қорытындыласақ, дамыту сұрақтары беріледі. Жарық дегеніміз не? Жылт қалай пайда болады? Жартылай жарық қалай пайда болады? Көлеңке дегеніміз не? Көлеңкенің тағы бір түрін қалай айтамыз? Рефлекс қалай пайда болады? Жарық пен көлеңке түр түсі қоңыр, қоюлау заттарда қалай көрінеді? Домалақ заттарда жарық көлеңкеге қалай ауысады? Жарық пен көлеңкенің қандай түрін білесіңдер? Жарық пен жартылай жарықтың айырмашылығы қандай? Міне осы сұрақтарға жауап беріп көрейік. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Көңіл бөліп тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.